Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен мен Зарина. Бүгінгі мастер-класста біз осындай өте нәзік, ажурлы, сәнді жағаны тоқитын боламыз. Бұл жаға кез келген қарапайым көйлекке немесе блузкаға ерекше көрік береді. Бүгінгі мастер-класстағы жағаны мен осындай айвори түсте тоқитын боламын. Бұл менде Gazal Baby Wool XL 50 грамда 100 метрлік жіп, 2 моток керек болады бізге. Бұның құрамында меринос, акрил, кашемирі бар. Дәл осы жіппен тоқу міндетті емес, алдағы уақытта күн жылып келе жатыр. Хлопок жібімен де тоқсаңыздар болады. Өздеріңізге ұнайтын кез келген жіппен тоқуға болады негізінде. Крючок менде 4 мм. Мен жібімді алдын ала осылай орап дайындап алдым. Өзіме осылай ортасынан шығарып тоқыған ыңғайлы болғаннан кейін. Бастамас бұрын каналыма тіркеліп, алдағы шығатын видео сабақтарды жіберіп алмас үшін қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Крючогымды осылай жіптің үстіне қойып, осылай айқастырамын. Алғашқы петлямды жасап алдым. Бұл петля бізде саналмайды. Енді осыдан бастап 77 воздушный петлямды теремін. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Жетпіс жеті воздушный петлямды теріп алдым. Енді бірінші столбигімізді алмастыратын қосымша тағы 4 воздушный петля тереміз. Крючоктан кейін 1, 2, 3, 4, 5, 6 петляға столбиктерімізді тоқимыз. Біздің барлық столбиктеріміз 2 накетті столбиктер болып тоқылады. 2 накет жасап, крючоктан кейін 6 петляға үстіңгі қабырғасының крючогымызды өткізіп, жұмыс жібін іліп шығарамыз. Крючогымызда 4 петля, жұмыс жібін іліп бірінші екеуінен өткіземіз. Крючогымызда 3 петля қалды. Одан кейін екеуінен өткіземіз. 2 петлямыз қалды. Енді қалған 2 петлядан өткіземіз. Екінші столбигімізді тоқыдық. Бірінші столбик ол бізде воздушный петлядан тұрады. Ары қарай 2 накет жасап, келесі петляға келесі 2 накетті столбигімізді тоқимыз. Дәл осылай қатарымыздың соңына дейін 2 накетті 77 столбигімізді тоқып шығамыз. Екінші қатарды 4 воздушный петлямен бастаймыз. Бұл бізде бірінші столбигімізді алмастырады. Тоқыманы бұрамыз. Енді бұл қатарда біз галочкалар жасаймыз. Бір біреулік столбик, бір галочка, бір біреулік столбик, бір галочка жасаймыз. Бізде біреулік столбигіміз жасалды. 2 накет жасаймыз. Арасына 1 петляны өткізіп, келесі петляға галочкамыздың бірінші столбигін тоқимыз. Арасында 2 воздушный петля жасалады. 2 накет жасап, дәл осы жерге енді галочкамыздың екінші столбигін тоқимыз. Міне. Бір біреулік столбик, бір галочка. Осылай 1 галочка тоқимыз. 2 накет жасаймыз. 1 петляны арасында өткізіп, келесі петляға біреулік столбигімізді тоқимыз. Келесі бізде галочка. 1 петляны өткізіп, келесі петляға галочкамыздың
бірінші столбигін тоқимыз. Арасында 2 воздушный петля, галочкамыздың екінші столбигін тоқимыз. Міне. Келесі галочкадан кейін біреулік столбикті тоқимыз. Бір петляны өткізіп, келесі петляға 2 накидті біреулік столбигімізді тоқимыз. Ары қарай галочка 2 накид жасап, бір петляны өткізіп, келесі петляға галочканың бірінші столбигін, арасында 2 воздушный петля, енді келесі столбигін дәл сол жерге тоқимыз. Міне. Галочкадан кейін біреулік столбикті бір петляны өткізіп, келесі петляға тоқимыз. Қатарымыздың соңына дейін дәл осылай тоқып шығамыз. Бір біреулік столбик, бір галочка. Галочканы бір петляға 2 столбикті тоқимыз, столбиктің арасында 2 воздушный петля болады. Галочкадан кейінгі біреулік столбикті мына жердегі 4-ші воздушный петляның үстіне тоқимын. 2 накид жасап, 4-ші воздушный петляның үстіне тоқимын. Міне, енді қатарым аяқталды. Келесі 3-ші қатар 4 воздушный петля. Тоқманы бұрамын. Енді біз на галочкалардың ішіне 4 столбиктен тоқимыз. Бірақ 2 столбик тоқып, 2 воздушный петля жасап, қалған 2 столбикті тоқимыз. Біреулік столбиктің үстіне барлық қатарда дәл солай біреулік столбик тоқылады. Накид жасап, бірінші галочканың ішіне 2 столбигімізді тоқимыз. Міне. Енді 2 воздушный петля, дәл осы галочканың ішіне қалған 2 столбигімізді тоқимыз. Міне. Прибавкалар жасалып жатыр енді. Ары қарай біреулік столбиктің үстіне дәл солай біреулік столбикті тоқимыз. Келесі галочка. Бірінші 2 столбигімізді тоқимыз. Арасында 2 воздушный петля, дәл сол галочканың ішіне қалған 2 столбигімізді тоқимыз. Келесі бізде біреулік столбик, дәл соның үстіне. Тура осылай қатарымыздың соңына дейін тоқып шығамыз. Соңғы біреулік столбикпен аяқтаймыз. Оны біз 4-ші воздушный петляға тоқимыз. Төртінші қатарды 4 воздушный петлямен бастаймыз. Тоқманы бұрамыз. Енді на арканың ішіне біз 6 столбик тоқимыз. 3 столбик тоқып, арасында 2 воздушный петля, одан кейін қалған 3 столбикті тоқитын боламыз. 2 накид жасап,
бірінші 3 столбигімізді тоқимыз. Үшінші столбик. Енді арасында 2 воздушный петля, 2 накид жасап, қалған 3 столбигімізді тоқимыз. Общий бізде галочканың ішінде бұл қатарда 6 столбик. Келесі біреулік столбигіміз өзгермей, дәл осылай барлық қатарда бір столбик тоқылады. Келесі арканың ішіне 6 столбигімізді тоқимыз. Бірінші 3 столбик, арасында 2 воздушный петля, одан кейін қалған 3 столбигімізді тоқимыз. Біреулік столбик дәл осылай қатарымыздың соңына дейін тоқимыз. Қатарымыздың соңын біреулік столбикпен 4-ші воздушный петляға аяқтаймыз. Келесі 5-ші қатар 4 воздушный петля, тоқманы бұрамыз. Бұл қатарда біз енді мына арканың ішіне 8 столбик, 2 накидті 8 столбик тоқимыз. 4 столбиктің арасында 3 воздушный петля жасалады. Алдыңғы қатарда 2 воздушный жасасақ, енді бұл қатардан бастап 3 воздушный петля жасаймыз. 2 накид жасап, арканың ішіне бірінші 4 столбигімізді тоқимыз. 2, 3, 4. 3 воздушный петля. Енді қалған 4 столбигімізді дәл осы арканың ішіне тоқимыз. 3, 4. Келесі бізде біреулік столбик. Ары қарай арка. Бірінші 4 столбигімізді тоқып аламыз. 3, 4. 3 воздушный петля. Енді қалған 4 столбигімізді дәл сол арканың ішіне тоқимыз. Міне. Біреулік столбик. Ары қарай қатарымыздың соңына дейін тура осылай қайталап тоқып шығамыз. Соңғы столбигімізді 4-ші воздушный петляға тоқимыз. Алтыншы қатар 4 воздушный петля, тоқманы бұрамыз. Бұл қатарда арканың ішіне 10 столбик тоқимыз. 5 столбиктің арасында 3 воздушный петля жасалады.
екі накид жасап, арканың ішіне 5 столбигімізді тоқимыз. Үш, төрт, 5. 3 воздушный петля, 2 накид, дәл осы арканың ішіне қалған 5 столбигімізді тоқимыз. Үш, төрт, 5. Біреулік столбик, келесі аркаға бірінші 5 столбигімізді, 3 воздушный петля, сосын қалған 5 столбикті тоқимыз. Төрт, 5, 3 воздушный петля, сол арканың ішіне енді қалған 5 столбигімізді тоқимыз. 3, 4, 5. Біреулік столбик, тура осылай қатарымыздың соңына дейін тоқып шығыңыздар. Соңғы столбигімізді 4-ші воздушный петлямызға тоқимыз. Келесі соңғы 7-ші қатар 4 воздушный петля, тоқманы бұрамыз. Бұл бізде соңғы қатар. Бұл жерде біз арканың ішіне 2 накидті 11 столбик тоқимыз. Ешқандай воздушный петля арасына жасамай, тек 11 столбикті тоқимыз. Ал келесі біреулік столбиктің үстіне дәл солай 1 столбигімізді тоқитын боламыз. 2 накид жасап, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, соңғы 11. Накид жасап, біреулік столбиктің үстіне 1 столбигімізді тоқимыз. Дәл осылай қатарымыздың соңына дейін барлық арканың ішіне 11 столбик тоқимыз. Біреулік столбиктің үстіне 1 столбигімізді тоқып шығамыз. Соңғы арканы тоқыдым. Қатарымыздың соңын 4-ші воздушный петляға столбик жасап аяқтаймыз. Міне, қатарымызды аяқтадық. Енді осы жерден бастап обвязка жасап, бауын тоқимыз. Арғарай мына мойын жағын обвязка жасап шығамыз. Келесі бауын тоқып, сомен жағамызды аяқтайтын боламыз.
мына әр қабырғасына столбик без накида тоқитын боламыз. Бірденнен осы жерден бастап обвязкамызды тоқып бастаймыз. Бірінші қабырғасынан крючогымызды өткізіп, жұмыс жібін іліп, осылай столбик без накида жасаймыз. Осы қабырғасына 2 столбик, келесі қабырғасына 3 столбик тоқимыз. 1, 2, 3. Келесі қабырғасына 3-ін тоқимыз. Келесі қабырғасына 3 столбик без накида тоқимыз. Келесі қабырғасына 3 столбик. Ары қарай бізде келесі қабырғасы. Жібімізді осының бойына қойып, жіптің ұшын жасырып тастаймыз. Бұл қабырғасына да 3 столбик без накида тоқимыз. 1, 2, 3. Бірінші столбигімізге де 3 столбик без накида тоқимыз. 2-ін тоқыдық. 3-ші столбикті мына жердегі петляға тоқимыз. Ары қарай бауын тоқып бастаймыз. Ол үшін бізге 60 воздушный петля теру керек. 1, 2, 3, 4, 5. 60 воздушный петляны тердім. Енді воздушный петлямызды бұрып, мына артындағы мына перемычкаларына осы жерге соединительный петля жасайтын боламыз. Крючогымыздан 1-2 петляның артындағы осы перемычкасына соединительный петля жасаймыз. Міне осылай. Осы барлық воздушный петляны соңына дейін тоқып шығамыз. Воздушный петлямыздың соңғы соединительный петлясын жасап, ары қарай мына әр столбиктің үстіндегі петляларға соединительный петля жасап шығамыз. Міне осылай. Қатардың соңына дейін тоқып шығыңыздар. Соңғы столбиктің соңғы соединительный петлясын жасап, ары қарай 60 воздушный петлямызды теріп, дәл бірінші бауын тоқығандай артқы перемычкасына соединительный петля жасап тоқып шығамыз. Екінші бауын тоқыдым. Енді мына қабырғаларын обвязка жасаймыз. Обвязканы дәл алдында көрсеткендей столбик без накидамен жасап шығамыз. Соңына дейін тоқып, мына жерге дейін жіптің ұшын жасырып,
Отпариватель болса парлап, немесе үтікпен бетіне мата қойып, пармен үтіктеп шығамыз. Өз беттерінше жасаңыздар. Мен өзімдікін аяқтап, қайта сіздерге ораламын. Міне мен өзімнің екінші жағамды сіздермен бірге тоқып алдым. Жіптердің ұшын барлығын жасырып, парлап, сіздерге міне көрсетейін дедім. Петляларымыздың барлығы түзуленіп, жібіміз жұмсарып, өте әдемі болып шықты. Бұндай жағаларды алдында айтқанымдай пальто, тренч, джемпер, в общем, кардиганның сыртынан, рубашканың сыртынан өздеріңіздің образдарыңызға бір ерекше акцент беріп, тағып жүрсеңіздер болады. Бүгінгі мастер-класс сіздерге ұнады деп ойлаймын. Лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздер де тоқысаңыздар, менімен Instagram немесе WhatsApp арқылы бөліссеңіздер, қуанып қаламын. Келесі мастер-класста кездескенше сау болыңыздар.